Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Қазір мен сіздерге PHP тілінде бағдарламалау курсының бірінші сабағын ұсынамын. Алдымен бізге PHP тілінде бағдарламалау үшін интернеттен бір-екі бағдарламаларды жүктеп алу керек. Олардың бірі XAMPP. Оны біз интернеттен жүктеп алсақ болады. Мысалға, жаңа Google-ға кіріп, Google-да XAMPP download деп жазсаңыздар, Apache Friends деген apache-friends.org веб-сайтынан сіз XAMPP бағдарламаласын жүктеп алуға мүмкіншілігіңіз болады. Және сол XAMPP бағдарламасында әрдайым MySQL база данных және Apache веб-сервері соның ішінде бәрі әрдайым болады. Және де бірақ мен қазір оны жүктеп алмаймын, өйткені менде ол әрдайым бар. Мінекей, мына жерде скачивание және өзіңізге қажетті компьютеріңізға егер 32 биттік болса, 32 биттік 125 мегабайт осыны жүктеп алсаңыз болады. Жүктеп алғаннан кейін оны орнату қиын емес. Орнату көп уақыт алмайды, бір 5-10 минуттай. Оны орнатқаннан кейін жалпы ол бағдарламаның интерфейсі осындай болады. Интерфейсінде сіздерде мінекей Apache, MySQL, FileZilla, Mercury және Tomcat осы компонент бағдарламалардан жалпы XAMPP құралған. Бірақ біздің сабаққа ең маңызды керек болатыны мына Apache және MySQL. MySQL мәлімет базасына қажет болса, мәлімет базаларын жасауға қажетті болады, ал Apache ол біздің веб-сервер. Және де сізде бұл бағдарламаны қосқан кезде бәрі старт деп қосуға тура келеді. Бірінші Apache-ді қосасыз, сонан соң MySQL. Сіз көріп тұрғандай жасыл болып жанды екеуі де. Демек ол барлы ешқандай қате жоқ және бәрі дұрыс жұмыс істеп тұр деген сөз. Ал енді армен қарай. Енді біз сізбен алғашқы PHP документімізді жасайық. Ол үшін мой компьютерға кіріп, сізде XAMPP диск C дискінде орнатылуы қажет. Сол C дискіне кірсеңіз, сол жерде мінекей сізде менде шығып тұр, XAMPP папкасы пайда болады. Сол XAMPP-қа кіріп, кіргеннен соң тағы бір папка бар, htdocs деген. Сол htdocs-қа кіреміз және осында мен осы курсқа арнайы бір бөлек папка жасайын. Және оны ағылшын тілінде course деп қояйын.
кіреміз папканы. Енді осы папканың ішінде бір алдымен біз мәтіндік документ жасаймыз. Мәтіндік документті мен сіздерге айтуға ұмытып қалыппын тағы бір нәрсені. Ол Notepad++ деген бағдарлама. Оны да сіз Google арқылы Notepad++ деп жазсаңыз, оны жүктеп ала аласыз. Және бұл бағдарламаның мүмкіншіліктері өте көп, және онымен бағдарламалауға өте ыңғайлы құрал. Мінекей, оң бастырмамен басқанда менде контекстік менюнің ішінде Edit with Notepad++ деген шығады меню, және мен соны алам. Сонан соң алдымен файлымды енді PHP документ түрінде сақтап алам. Ол үшін файл save as, файлымның аты сәлем әлем болсын. Сәлем әлем. Осылай істеп қояйық. Сәлем әлем, және мына жерден PHP файл түрін таңдаймыз. Болды, енді сохранить, сақтау. Ал енді сақтағаннан кейін PHP тілінде жалпы PHP бүкіл барлық код мынандай үлкен кіші белгілерінің ішінде жазылады PHP-ның коды. Мынау басы және мынау аяғы. Осы PHP-ның кодының денесі деп айтуға болады. Осы денесінің ішінде сіздер барлық PHP-ның кодын жаза аласыз. Бірақ оның сыртында жазсаңыз, ол қате болып шығады. Ал енді біз бір сәлем әлем деген мәтінді шығарайық браузерге. Ол үшін арнайы функция бар, echo деген. Echo бұл экранға шығару функциясы. Тырнақша, мұны. Echo тырнақша. Және мына жерге жазсақ болады. Сәлем әлем. Сақтаймыз. Ал енді осының результатын көру үшін біз браузерді ашамыз. Барлық біз жазған нәрсе қазір локалды хостингте. Сол себепті біз мына жерге localhost деп жазамыз. Мысалы localhost / естеріңізде болса, менің папкамның аты course еді, course, және course'тың ішінде файлдың аты менде сәлем әлем .php. Enter. Мәнекей, сіздер көріп тұрғандай сәлем әлем мәтіні бізге браузерде шығып тұр. Демек, біздің PHP кодымызда қате жоқ, және бәрі дұрыс істеп тұр.
Ал осымен менің бірінші сабағым аяқталды. Егер сіздерде сұрақтарыңыз болса, маған жазсаңыздар болады. Менің имейліме хат жіберсеңіздер болады. Рахмет, сау болыңыздар.